Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен ажурный блинчикидің оңай әрі өте қымбатта тұрмайтын рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Оны жасау үшін алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне тұз бен қантты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз венчикпен. Енді ұнның жарты бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Бізде бір келкі масса пайда болғанша, оның толықтай ішінде ергенше араластырамыз. Одан кейін сүтті де 2 бөлікке салып отырып араластырып аламыз. Оның қалған бөлігін салып жіберіп, толықтай қамырды аяқтайтын боламыз. Ең соңынан артынан осылай сұйық майды салып, тағы да араластырамыз. Өте тез жасалады, оңай рецепт. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Дәл осылай араластырамыз. Енді қызып тұрған табада, яғни сковородкада пісіретін боламыз. Оттың ең мықты, ең қатты жанатын көзінде тұру керек. Осылай бір щеткамен майлап аламыз да, шамамен бір ожаудай құйып жасайтын боламыз. Бізде осылай дырочки пайда болады. Шет-шетіне қарасаңыздар болады. Кішкене қызарғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Зубочисткамен немесе спичканы алып, осылай бірінші алдымен шет-шетін ашып аламыз. Қолыңызбен істесеңіз де болады. Келесі әрекетті дәл осылай кез келген қасық сияқты нәрсемен немесе осындай затпен алып, келесі бетіне ауыстыратын боламыз. Өте дәмді әрі жұп-жұқа болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.